Жиналыста сөз сөйлегенде, баяндама оқыған кезде, тойда тілек айтқанда тілдеріңіз күрмелмес үшін, таза, анық сөйлеулеріңіз үшін өте пайдалы жаттығумен бөлісіп қояйын. Ең бірінші артикуляцияға арналған мына жаттығуды жасайсыздар. Сосын мына жаттығуды жасаңыздар. Ши, ше, ша, шо, шу. Си, се, са, со, су. Ти, те, та, то, ту. Пи, пе, па, по, пу. Осы жаттығуды күнделікті жасап жүруді әдетке айналдырыңыздар. Іске сәт. Дауыстарыңыздың анық, таза, күмбірлеп, ауқымды шыққанын қаласаңыздар, мына 6 дауысты дыбысты күнделікті қайталап жүруді әдетке айналдырыңыздар. Ал, ендеше кеттік. И, е, а, о, у, ы. Енді денемізді барынша бос ұстап, осы дыбыстарды әндетіп айтамыз. И, а, о, и, а, о. Бұл жаттығуды күнделікті таңертең 5-6 рет қайталап жүретін болсаңыздар, дауыстарыңыз күмбірлеп, анық, ауқымды болып шығатын болады. Және де таңертең тамақтарыңыз қарылығып тұратын болса, осы жаттығу тамақтың қарылғуынан арылуға көмектеседі. Ал, ендеше іске сәт қайталаңыздар. Дикцияларыңыз таза, анық болсын десеңіздер, мына артикуляциялық жаттығуларды менімен бірге қайталаңыздар. Кеттік. Бірінші жаттығу ерінге арналады. Езу тартамыз, біреуді сүйейін деп жатқанда ернімізді алдыға қарай созамыз. Ернімізді оңға, солға сағат тілімен айналдырамыз. Келесі жаттығуымыз тілімізге массаж. Тісімізбен тілімізді тістеп, алдыға қарай созамыз. Содан кейін қайтадан тілімізбен тістеп, артқа қарай тілімізді тартамыз. Келесі жаттығу тілімізбен тістерімізді санап шығамыз. Келесі жаттығу тілімізді босатып алуға өте жақсы көмектеседі. Мына жаттығуды әр жаттығудан кейін қайталап тұрсаңыздар болады. Егер осы жаттығуларды күнделікті қайталайтын болсаңыздар, дикцияларыңыз таза, анық болады. Ал, ендеше іске сәт. Сіздермен дикцияға көмектесетін керемет жаттығулардың бірімен бөлісіп қояйын. Ал, ендеше кеттік. Ри, ре, ра, ро, ру, р. Ли, ле, ла, ло, лу, л. Ни, не, на, но, ну, н. Ми, ме, ма, мо, му, м. Мынли, мынле, мынла, мынло, мынлу, мынлы. Нымли, нымле, нымла, нымло, нымлу, нымлы. Нылми, нылме, нылма, нылмо, нылму, нылмы. Осы жаттығуларды күнделікті қайталап жүруді әдетке айналдырыңыздар. Іске сәт. Сіздермен даусыңыздың қатты шығуына көмектесетін демге арналған жаттығумен бөлісе кетейін. Ал, ендеше кеттік. Ең бірінші диафрагмаға демді аламыз. Кеудеге емес, диафрагмаға. Ішіміз үрленеді. Ал ендеше осы жаттығуды күнделікті қайталап жүруді әдетке айналдырыңыздар. Іске сәт.
Дикцияға өте жақсы көмектесетін жаттығулардың бірі ол жаңылтпаш. Ендеше кеттік. Күз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл. Кілең қысқа сөз, кім оқиды тез. Енді жылдамырақ. Күз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кел көл. Кілең қысқа сөз, кім оқиды тез. Ал енді сіздердің кезектеріңіз. Іске сәт. Сәлем достар, 3 минуттың ішінде дикцияларыңызды тазартып, анық таза сөйлегілеріңіз келсе, менімен бірге мына жаттығуды қайталаңыздар. Кеттік. Бұл жаттығуды жасау үшін бізге қарындаш қажет. Қарындашты аузыңызға тістеп тұрып, кез келген мәтінді, поэзияны, жаңылтпашты оқысаңыздар болады. Біреуі көріктіксі, біреуі бөріктіксі. Көріктіксі зорықты, бөріктіксі қорықты. Біреуі көріктіксі, біреуі бөріктіксі. Көріктіксі зорықты, бөріктіксі қорықты. Осы жаттығуды күнделікті 5-6 рет қайталайтын болсаңыздар, дикцияларыңыз тазарып, анық, таза сөйлейтін боласыздар. Ендеше, іске сәт. Анық, таза сөйлеуге көмектесетін керемет жаттығумен бөлісейін. Кеттік, менімен бірге қайталаңыздар. Тырви тырпи, тырве тырпе, тырва тырпа, тырво тырпо, тырву тырпу, тырвы тырпы. Енді жылдамырақ. Тырви тырпи, тырве тырпе, тырва тырпа, тырво тырпу, тырву тырпу, тырвы тырпы. Осы жаттығуды күнделікті қайталап жүрсеңіздер, дикцияларыңыз таза, анық, өте керемет болады. Іске сәт. Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге Бота Қаратай және менің сүйікті жаттығуларым. Сонымен мінгірлеп мұрынмен сөйлеуден арылтатын жаттығумен бөлісейін. Ол үшін бала күнімізді еске түсіріп, мына жаттығуды жасаймыз. Ернімізге барлық дыбысты жинап, деп ерніміздің қытығы келгенше бірнеше рет қайталаймыз. Байқадыңыздар ма, барлық дыбыс ерннің ұшына қарай жиналды. Осы қалыпты сақтай отырып, енді мәтін оқимыз. Бірлік жоқ жерде ұйым жоқ, ұйым жоқ жерде күйің жоқ. Осы жаттығуды күнделікті қайталап жүрсеңіздер, мұрынмен мінгірлеп сөйлеуден арыласыздар. Іске сәт. Сіздермен дикцияға, артикуляцияға өте жақсы көмектесетін керемет жаттығулардың бірімен бөлісіп қояйын. Бұл жаттығуды күніне 2 рет қайталап жүретін болсаңыздар, бір аптада тілдеріңіздің тазарғанын байқайтын боласыздар. Ал, ендеше кеттік. Биби-биби-бип, бебе-бебе-беп, баба-баба-бап, бобо-бобо-боп, бубу-бубу-буп, бабы-бабы-бап. Тілдің ұшына өте жақсы көмектесетін жаттығу. Диди-диди-дит, диди-диди-дет, да-да-да-да-дат, до-до-до-до-дот, ду-ду-ду-ду-дут, да-да-да-да-дат. Ги-ги-ги-ги-гик, ге-ге-ге-ге-гек, га-га-га-га-гак, го-го-го-го-гок, гу-гу-гу-гу-гук, га-га-га-га-гак. Осы жаттығуды күнделікті қайталап жүруді әдетке айналдырыңыздар. Ал, ендеше іске сәт. Көпшіліктің сұрауы бойынша Л дыбысына арналған жаттығулардың бірімен бөлісіп қояйын. Мен негізі логопед емеспін, мен дикцияға арналған жаттығулармен бөлісем. Бірақ Л дыбысына арналған жаттығуыңыз бар ма деп сұрап жатқан оқырмандарым үшін білгеніңмен бөліскеннің айыбы жоқ деп ойлаймын. Ендеше жаттығуды бастаймыз. Л дыбысын шығару үшін тіліміздің ұшын тісімізбен тістеп тұрып, Ы дыбысын айтамыз. Ы дыбысын айтып тұрып, тілімізді артқа қарай тартып қаламыз. Және А, И, Е. Дикцияға өте жақсы көмектесетін мына жаттығуды күнделікті қайталап жүруді әдетке айналдырыңыздар. Лырми, лырме, лырма, лырмо, лырму, лырмы. Рылми, рылме, рылма, рылмо, рылму, рылмы. Лымыри, лымыре, лымыра, лымыро, лымыру, лымыры. Ал, іске сәт, жаттығуымның пайдасы тиюіне тілектеспін.